құрметті оқырмандар, әлеуметтік желі көрермендері. Бүгінгі бірге оқиға әдеби айдарын қызықты журналдарға арнап отырмыз. Алдарыңыздағы тұрған журналдар түрлі саланы қамтиды. Қазір сіздерге қысқаша тоқталып өтеміз. Ең бірінші тұрған жылы журналы Қазақстан жазушыларының әдеби журналы 2020 жылы Үркер сыйлығын иеленген. Бұл журналда, яғни сіздер ақын жазушылардың шығармаларымен таныса аласыздар. Келесі тұрған Махамбет журналы Қазақстан жазушыларының әдеби журналы, қоғамдық саяси әдеби мәдени журнал. Яғни журналдың әр санында Махамбет жайлы жырлар берілген, және сол жырмен қоса Исатай мен Махамбеттің Қазақстан тарихына көрсеткен ерліктері жазылған. Келесі Мағжан әдеби мәдени журнал. Бұл журналды, яғни жерлес ақынымыз, өзіміз жерлес ақынымыз Шал ақын ауданының тумасы Жарысбек Сүлейменов жазған. Өте қызықты шығармалар және көптеген мәліметтер бар. Келесі журнал Парасат журналы. Бұрынғы мәдени тұрмыс журналы ай сайын шығып отырады, яғни бұл жерде де ақын жазушылардың, сазгерлеріміздің, мәдениет қайраткерлерінің ұлттық құндылықтарын қазақтың болмысы арқылы көре аламыз. Келесі журнал Заң журналы. Яғни бұнда заң журналына не делінген? Заң журналы ғылыми практикалық журнал, яғни бала құқығы және өз құқығы жайлы және заң саласында жұмыс жасайтын адамдардың түрлі жұмыстарымен таныса аласыздар. Өте қызықты журнал, өте танымды, өте пайдалы десе де болады. Келесі журнал Дәстүр журналы. Өзі аты айтып тұрғандай, Дәстүр журналы бұл халқымыздың ұлт болмысы, болып келе жатқан дәстүрлері жайлы көптеген ақпараттар жазылған. Үркер, яғни Үркер жастардың әдеби мәдени қоғамдық саяси журналы және мәдениет журналы. Бұл жерде жаңағы мәдениет саласында жұмыс істеген адамдардың жұмыстарымен таныса аласыздар. Одан да басқа ақпараттар, қызықты ақпараттар бар осы журналда жазылған. Келесі тоқталатын журналдарымыз білім саласында қызмет ететін мұғалімдер, тәрбиешілер, жалпы білім алушыларға арналған журналдар. Қазақ тілі мен әдебиеті 1958 жылдан шығады. Республикалық ғылыми әдістемелік басылым. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуға байланысты әдістемелік көмекші құрал. Ақын жазушылардың танымдық маңызы туралы біле аласыздар. Асанәлі республикалық 3 айда бір рет шығатын мәдени ағарту педагогикалық журналы. Өнер білімге байланысты сабақ жоспарларын алып пайдалануға болады. Сабақ жоспарлары 3 тілде берілген. Қызықты психология республикалық ғылыми практикалық танымдық психологиялық журналы. Психология іліміне қатысты ақыл кеңестер, практикалық тапсырмалармен танысуға болады. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар республикалық педагогикалық журнал. 2004-тің қаңтарынан бастап ай сайын шығады. Әр саланы қамтитын сыныптан тыс жұмыстар, іс-шара жоспарларын, педагогика ғылымдарының мақалаларымен танысуға болады. Бастауыш сынып республикалық ғылыми әдістемелік және педагогикалық журнал. 1972 жылдың қаңтарынан бастап ай сайын шығады. Бастауышқа білім беру мазмұны мен әдістерін мұғалім іс тәжірибесімен пайдалана аласыздар. Тәрбие құралы республикалық ғылыми педагогикалық журнал. 2002 жылдың қарашасынан бастап 2 айда бір рет шығады. Тәрбие жұмысына қатысты іс-шаралар мен қызықты сабақты жоспарлары 2 тілде берілген. Педагогикалық ғылымдардың мұғалімдердің мақалаларын оқып танысуға болады. Өзін-өзі тану педагогикалық танымдық журналы. Өзін-өзі тану пәніне байланысты әдістемелік тақырыптар, сабақ жоспарлары бар. Бала тәрбиесі педагогика психологиялық басылым. 2004 жылдан бастап шығады. Әдіскер, тәрбиешілердің мақалалары,
сабақ жоспарларымен таныса аласыздар. Мектептегі мерекелер, мектептегі тәрбие жұмысының сценарийлері 2000 жылдың қаңтар айынан шыға бастады. Педагогтар мен мұғалімдерге арналған көмекші құрал, бала мен балабақша, республикалық педагогикалық журнал 2008 жылдан ай сайын шығып тұрады. Мектепке дейінгі білім мен тәрбие беру мәселелері жайлы тәрбие жоспарлары 2 тілде беріледі. Отбасы және балабақша 2 айда шығатын сәби тәрбиесіне арналған ғылыми әдістемелік педагогикалық журнал. Тәрбиешіге керекті сабақ жоспарлары мен ертегілері орыс қазақ тілінде жазылған журнал. Келесі журналдарымыз кішкентай бүлдіршіндерге, бастауыш сынып оқушыларына арналып отыр. Көптеген журналдардың ішінен бірнеше журналдарға тоқталғым келіп отыр. Ең алғашқы журнал Фараби шәкірт журналы, зерек жасөспірімдерге арналған рухани басылым, 3 тілде зерек балаларға арналған әр саланы қамтитын танымды журнал. Келесі Ақ желкен журналы, 1925 жылдан бастап ай сайын шығатын балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық журнал. Ол, яғни балаларға қызықты спорт, мәдениет, экология, ұлттық құндылықтар, тарихымызға қатысты тың мақалалар, қызықты мәліметтерге толы деректер ала аласыздар. Келесі ұлттық география журналы. Әлемнің түкпір-түкпірдегі табиғат, жан-жануарлар, халықтың тұрмыс тіршілігі, мәдениеті, әдемі суреттермен берілген танымдық журнал. Келесі журнал аты көпке таныс балдаған журналы, республикалық бүлдіршіндер мен сәбилерге арналған 1958 жылдан бастап ай сайын шығатын журнал. Қызықты деректерге толы, анық түстерге суреттелген, балаларға қызықты жазылған, әр салада мәлімет беретін журнал. Келесі журнал Айтша жеті журнал, мәдени танымдық журнал, өз ішінде қолдармен жасап алуға болатын кітапшасы бар, жұмбақтар, комикстар, логикалық тапсырмалар бар, суретті журнал. Келесі журнал Мөлдір бұлақ журналы, жас зиялыларға арналған республикалық танымдық журнал, 2002 жылдан бастап ай сайын шығатын журнал. Әр саланы қамтитын балаларға арналған тың деректерге толы 3 тілде жазылған журнал. Келесі көпке таныс журналдарымыздың бірі әйгілік журналы. Ол республикалық балалар журналы, 2000 жылдың қазан айынан бастап шығатын журнал. Әр саланы қамтитын балаларға қызықты ақын жазушылар, белгілі адамдардың өмір баяны, еңбектері жазылған. Оқушылардың шығармашылығын қамтыған журнал. Келесі журналымыз ертегі әлемінде. Ол 2009 жылдан бастап шығарылған республикалық балаларға арналған журнал. Анық түсті суреттермен безендірілген, кішкентай балаларға арнайы үлкен әріптермен жазылған журнал. Әртүрлі халық ертегілерін қамтыған журнал болып есептеледі. Құрметті оқырмандар және желі көрермендері, біздің Ғабит Мүсірепов атындағы балалар жасөспірімдер кітапханасына келіп, әр саланы қамтитын кең ауқымды пайдалы журналдарды алып пайдалануларыңызға болады. Ұлттық және шетел әдебиеттер бөлімі сіздерді күтеді.